Түркістан облысында көп қабатты пәтерден өрт шығып, 8 жасар бала қайтыс болды. Қызыл жалыннан қатты қорыққан ол от тұтанғанда терезеден секіріп кеткен. Қайғылы оқиға Кентау қаласында болды. Көп қабатты үйдің 5-ші қабатынан өрт шыққанда пәтер ішінде 10 жасар қыз бен 8 жасар ұл болған екен. Қара түтіннен қорыққан бала терезеден шығам дегенде құлап кеткен. Балақай ауруханада есін жимастан көз жұмды. Ал түтінге тұншығып қалған 10 жасар қыз ем-домын алып, қазір туыстарының үйінде. Өрт шыққан кезде анасы далада, әкесі вахталық жұмыста болған. Қазір оларға жергілікті билік уақытша баспана берді. Болжам бойынша өрт қуаттағышта тұрған телефоннан шығуы мүмкін деген дейді мамандар. Әкімдік тарапынан шатырларды ретке келтіру жұмыстары атқарылуда. Өрт кезінде балалардың құжаттарының өртеніп кетуіне байланысты жергілікті атқарушы органдар тарапынан тиісті шаралар атқарылатын болады. Сондай-ақ Кентау қаласының жанашыр жандар тарапынан өрттен зардап шеккен отбасы мүшелеріне материалдық көмектер ұйымдастырылуда.